Сәлем достар, Маркет арнасында тек бүгін айдарының кезекті шығарылымы. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгінгі шолуда бізде тағы бір қытайлық компанияның смартфоны, OPPO деген компанияның смартфонын нақтырақ айтқан кезде, бұл қандай? OPPO Rx17 деген смартфон ғой. Айта кетейік, бұл OPPO компаниясы Қазақстанда және Ресейде, жалпы ТМД елдерінде онша қатты танымал емес. Мысалға айтқан кезде жаңағы Xiaomi, Huawei, Meizu деген сияқтыларға қарағанда. Танымал болмаса да, біздің алдыңғы видеоларымызда көрермендердің пікіріне сүйенетін болсақ, көбісі осы OPPO компаниясының смартфондарына шолу сұраған болатын. Ал тікелей OPPO Rx17 смартфонына сұраған көрермендеріміз өте көп. Сонымен сұрадыңыздар, ал біз көрсетеміз. Әдеттегідей, онда дизайннан бастайық. Мақсат себебі сырт келбеті бірінші көзге түседі. Дизайннан келетін болсақ, сатылымда екі түсте ұсынылған. Бір түсі бізде қошқыл зүбәржат болатын болса, екіншісі бұлыңғыр күңгірт градиент деп аталады. Мақсат, саған қайсы көбірек ұнайды? Қошқыл зүбәржат па, немесе күңгірт градиент па? Маған негізі андағы қошқыл зүбәржат ұнап тұр. Негізі қошқыл зүбәржат деген сөзінің өзі өте әдемі естіледі. Маған да осы смартфонның осы түсі ұнады. Дизайны бойынша екеуінің айырмашылықтары: бізде қошқыл зүбәржат түстегі смартфон жылтыр шындан жасалған, қолда тайып кету қауіп аз, өте ыңғайлы және термен жабысып қалатындай білінеді. Ал келесі түсіміз біздің күңгірт градиентіміз матовый, жылтыр емес, матовый шыны болғаннан кейін қолдан тайып кету қаупі көбірек. Ары қарай жалғастыратын болсақ, кезінде OPPO компаниясының флагманы болған OPPO Find X смартфоны сияқты дыбыс реттегіш батырмалары сол жағында, құлттан шешу және қою батырмасы оң жағында, артқы жағында камерасы орналастырылған, астында жарқылдағышы, OPPO-ның логотипі әдеттегідей, ал астыңғы жағында қуаттағыш ұяшығы USB-C, Type-C, өте керемет. Және де астында бізде сим-карта ұяшығы орналастырылған, қосарланған сим-карта, алайда SD карта салатын ұяшығы жоқ. Алдыңғы жағында берік шыны, яғни Gorilla Glass-тың 6-шы ұрпағының шынысы орналасқан, және де үстіңгі жағында тамшы тәріздес қиындыда бізде фронталды, яғни алдыңғы камерасы бар. Ал саусақ сканері бұл смартфонда экранның, яғни дисплейдің астында орналасқан. Дизайн бойынша Рауан айтып кететін жағдайлардың бірі, мына біреу шетіндегі ашып жабатын тетікше бұғаттау. Және де мынау дыбыс ұлғайтқыш пен дыбыс азайтқыш тетіктері. Байқайсың ба, екеуі бір былқылдап орнықсыз тұрған сияқты. Мен де оны байқадым. Баса берген сайын адам жынына тиеді кішкене. Себебі мынандай бос орнықсыз тұрған кезде 250 мың теңгенің смартфонына тұрмайды. Әкелерімізде, аталарымызда болатын Жигули, Москвичтің артқы 8 айналып жүретін дөңгелектер бар ғой, люфт жасайтын. OPPO компаниясының дәл осы Rx17 моделі Рауан мақтанатын жағдайларының бірі экраны. Себебі экраны бұның 6,4 дюйм. Супер AMOLED, бұл дегеніңіз сіздің көз жанарыңызды өте қатты сақтайды. Яғни далаға шыққан кезде, мысалы, күн шақырайып тұрады ғой, сол кезде оның барлық жарығын қосып қолданғанның өзінде сіздің көзіңізге суреттер мен түрлі видеолардың түстері, температуралары қанық, жақсы көрінеді. Сонымен қатар жаңағы Gorilla Glass қорғаныш қабаты орнатылған, бұл жерде ең соңғы моделі. Зауыттан, басқа компаниялардан тағы бір ерекшелігі, зауыттан қорғаныш әйнегі де бар. Оған енді тұтынушылар шығынданбайды, бірақ енді шығынданбағанда қалай 250 мыңға шығындануға тура келеді ғой сатып алар кезде. Бір қосымша саған айта кетейін, бізде тамшы тәріздес мынандай қиынды болғаннан кейін бұл жерде хабарламалар датчигі орнатылмаған. Яғни AMOLED дисплей болғаннан кейін бұл смартфонда бізде Always On Display технологиясы бар. Яғни дисплей өшіп тұрған кезде бұл жерде бізде сағат немесе келген хабарламалар және де күн, сіздің қуатыңыздың мөлшері деген сияқты хабарламалар, ақпараттар сіздің өшіп тұрған дисплейіңізге шығады. Бұл да бір AMOLED дисплейдің ерекшелігі болса да болады. Ерекшелігі, Ал енді мақсат, мен ең жақсы көретін камерасы жайлы айта кетейін, себебі бұл жерде айтатын жаңалық көп. Жалпы негізі камерасы бізде
қосарланған, бірақ та қосымша бір камерасы, ол 3D TOF камера деп аталады. Бізде ол 3D модель жасау үшін арналған. Қосарланған екі камерасы бізде біріншісі негізгі модулі 20 мегапикселі, апертурасы 2.6, ал қосымша бізде модулі 12 мегапиксельді, апертурасы қосарланған 1.5-те 2.4. Жалпы қосарланған диафрагма бізде көптеген смартфондарда жоқ. Былтыр алғаш рет бұл технологияны Samsung компаниясы S9 флагман шығарған кезде өзінің сол флагманда қолданған болатын. Алдыңғы фронталды камерасына келетін болсақ, бұл жерде 25 мегапиксельді камера, апертурасы 2. Және де видеоны 4К сапасында секундына 30 кадр түсіреді. Ал слоумо, яғни баяу түсіру уақытында режимінде сізге Full HD сапасында видеоны түсіруге мүмкіндік береді. Видео түсіру кезінде бізде оптикалық стабилизация, яғни оптикалық тұрақтандырғыш технологиясы бар. Видео түсірген кезде, яғни бұлыңғырлау, немесе билеу, қозғалу деген сияқты ешқандай кедергілер болмайды. Бұл камерасының техникалық сипаттамасы болатын болса, OPPO компаниясы мақсат бұнымен тоқтап қоймай, программалық дамытқан, яғни Ultra Night, Ultra Clear технологиясымен. Ultra Night технологиясы бізде бағанағы диафрагмаларының, апертураларының көмегі арқылы күндізгі, яғни түнгі уақытта, күндізгі уақытта фотолардың сапасын өте жақсы қылып түсіру технологиясы. Ал Ultra Clear дегеніміз адамның бет әлпетін түсірген кезде әрбір нүктесіне дейін өте сапалы, нақты, әдемі қылып түсіру. Және де қыздарға арналған, мысалы, портрет режимінде түсірген кезде фоннан алып бөлек түсіру, және де бет әлпетті үлкейту, кішірейту, ерінді үлкейту деген сияқты технологиялары бар. Жалпы камерасы бойынша жаңалықтар осындай. Рауан, бағанадан бері біз шолуымызды OPPO Rx17 деп ұрып отырмыз, бірақ негізінде бұның Pro деген жалғау бар. Ұмытып кетіппіз соның. Бұның Rx17 Neo деген бауыры бар. Сондықтан бұл жаңағы ағасы ретінде бауырынан кішкене мықтырақ, Neo деген сәл бұдан әлсіздеу. Біздің қолымыздағы OPPO компаниясының Rx17 Pro смартфоны Рауан Snapdragon 710 процессорында жұмыс істейді. Сонымен қатар бұл жерде жедел жады 6 гигабайт, тұрақты жады 128 гигабайт. Енді бағана сен айтып кеттің, қосымша SD картасын салуға мүмкіндік жоқ, жадын кеңейтуге. Бірақ енді қарапайым тұтынушыға 128 гигабайт жад менің ойымша емін-еркін жетеді. Жететін шығар енді. Мен суретті көп түсіретін болғандықтан өзіме 128 гигабайт аз деп ойлаймын. Маған 256 жарайды. 512 болатын болса, одан да керемет. 512, 1 терабайт болса, 1 терабайт болса, мен кинода жазам, өлеңде жазам, барлығын жаза алатын едім. Қазір міне тақтар ойыны деген ойын сериал келеді, соны жазып алып, көргенге негізі 1 терабайт жады керек шығар. Достар, пікірге жаза кетіңіздер. Сіздерге ең жақсы жад қандай? 512 ма? Шамамен орташа ма? Орташа жад қандай болу керек деп ойлайсыздар? Пікірге жаза кетіңіздер. Ал енді операциялық жүйесіне келейік. Операциялық жүйесі, және өзің айтып кеткендей, Android 8-де бірде жұмыс жасайды, және де қабықша ретінде Color OS 5-те 2. Жалпы қабықшасы өте ұнады маған, өте керемет. Қимылмен басқару функциясы да, және де оң жағында шығатын Smart Display дейтін функциясы да өте керемет. Жалпы Smart Display жайлы толығырақ айта кетсем, бұл жерде сіз өзіңіз жиі қолданатын қосымшаларды және де экранды видеоға түсіретін, яғни снимок экраны дейді, сондай функцияларын қолдана алады. Ал енді бұл смартфонның жаңағы айтып кеткен қимылмен басқару технологиясына келетін болсақ, өте ерекше және де басқа смартфондарға қарағанда өзгеше. Мысалы, сіз артқа қайту үшін қосымшадан смартфонның астыңғы жағының сол жағынан немесе оң жағынан жоғары қарай көтерсеңіз, сіз артқа кетесіз. Ал ортасынан жоғары көтерсеңіз, сіз бастапқы бетке барасыз. Және де үш саусағыңызбен төмен қарай сегін кезде сізде скрин болады, ал жоғары қарай сізде бір экранда екі қосымша ашатын мүмкіндік пайда болады. Колордың бір айта кететін жағдайы, Рауан, менің көзіме жалпы осы Google Play'дан көшіріп алатын түрлі бір лаунчерлар бар ғой? Соған құсатам мен негізі осы колорды бар ғой. Ал енді қауіпсіздігі жайлы айта кетейік. Бағана айтқандай саусақ сканері артқы жағында емес, дисплейдің астында орнатылған. Саусағыңыз су болса да, қай бұрыштан қоспасаңыз да өте керемет жылдам жұмыс істейді. Бұған қосымша ретінде бет әлпетпен шешу
қосымшасы да бар. Ол да зуылдап тұр ғой? Зуылдап тұр. Көзіңізді жұмған кезде әрине істемейді, бірақ та қараңғыда да жарықта да көтере қалсаңыз сізге құлыптан тез шешеді. Сен, Рауан, смартфон таңдаған кезде басымдықты камераға беріп жатасың. Осы мен білем ғой сені. Ал мен, мысалы, басты назарды батареясына аударам. OPPO Rx17 Pro'да жалпы бір емес, 2 батарея бар екен, Рауан. Сен оны білдің бе? Білген жоқпын. Міне, бір қызығы сол екен. 2 батареясы бар. Екеуінің жалпы көлемі бірақ 3700 мАч. Енді қарапайым қолданушыға таңертеңнен кешке дейін бұл сөзсіз жетеді. Енді бір ерекшелігін айтайық. Жаңағы осы батареясына байланысты, қуаттауға байланысты. Бұл жерде Type-C көңіл қуантады. Жылдам қуаттау жүйесі де бар. Жарты сағатта 100%-ға міндетті түрде толтырады. Сонымен қатар, Рауан, бұл смартфонның миллиампер сағаты 3700 деп қынжылудың керегі жоқ, себебі тез қуаттайды ғой. Жаңағы батареясы бітіп қалса, тезірек арасында 10-20 минуттың ішінде 100%-ға жеткізіп аласың, ары қарай кете бересің деген сияқты әңгіме ғой. Бірақ енді өзінің зауыттан шыққан, қорабынан шыққан қуаттау құрылғысын бірге алып жүру керексің әрқашан. Себебі онсыз 2-3 сағат бір жерде қуаттап отырып қаласың. Осы тұста мақсат мен көрермендерге жаңағы қуаттағыш блокты көрсеткім келіп тұр. Сен қаншама смартфондарға шолу жасап жүрсің, көріп жүрсің. Қай смартфоннан сен осындай қуаттағыш блок көрдің? Қаншама смартфондар шығады. iPhone-ның өзі $2000-ға дейін смартфондарын сатады, бірақ та дені дұрыс бір қуаттағыш блок жасамайды. Салмағы жағынан да, сапасы жағынан да, жаңағы кабелінің сапасы жағынан да өте керемет. Қуаттағыш блогы супер вук деп аталатын және ерекшеліктерінің бірі осы қуаттағыш блок деп ойлаймын. Бірақ, Рауан, мынау біздің тетіктерге келе ме? Келмейді, әрине, ол 50 теңге ме, 100 теңге тұрады, енді оны сатып алса мүмкін оңай шығар, енді білмеймін. Наушниктеріне ақыры комплектін алған болатынбыз. Бізде құлақ қаптарын көрсете кетейік. Құлақ қаптары дизайны бойынша бізде iPhone-ның құлақ қаптары сияқты өте. Менің ойымша аумайды. Тура сондай ғой. Осы құлақ қапты бекер қораптан суырып алған жоқпыз. Көрсетейін деп ше? Біз бағанадан бері 3 мм джекті айтпаппыз ғой. Сенің сүйікті миллиметр джегіңше? Айта кетейік, 3.5 мини джекті қоспағаны былай тұрсын, бұл жерде мини USB-C-дан джекке дейін ауысатын мынандай кішкентай кабель болады, оны да қоспаған. Осы ретте бізде өткен жолы бір тіркелушіміз негізі көңіліне, жүрегіне қатты алып қалды. Біз Asus'та бір жерде NFC-ді айтпай кеттік қой, негізі олда NFC болды. Осы да бар ма, сен айтып кетші өзген? NFC бұл смартфонда бар. Рауан, енді осымен шолуымызды қорытындыласақ, бұл смартфон негізі маған өзіме қатты ұнады. Шын айтайын, көрерменге алуға кеңес берер едім. Себебі 250 мыңдық өзінің бағасын толықтай сізге ақтап береді. Солай емес пе? Флагман болмаса да флагмандағыдай техникалық сипаттамалары бар, флагмандағыдай камерасы бар, флагмандағыдай дизайны бар. Жалпы қолға ұстаған кезде бейне бір флагман ұстап тұрған сияқтысың. Бұл смартфонның басты ерекшеліктерінің бірі ол камера. Егер сіз камерофон іздесеңіз, егер сіз тез қуаттайтын смартфон іздесеңіз, және де егер сіз процессор жағынан өте жылдам смартфон іздесеңіз, менің ойымша жақсы таңдаулардың бірі, тиімді таңдаулардың бірі. Егер бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басыңыздар, ұнамаса дизлайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар, каналға жазылыңыздар. Мына жердегі кішкене қоңыраушаға басыңыздар. Себебі әр апта сайын біз сіздер үшін жаңа видеолар шығаруға тырысамыз. Жаңа қызықты ақпараттармен бөлісуге тырысамыз. Сіздерге каналға жазылу оңай, ал бізге өте жақсы көңіл күй сыйлайды. Сонда біз жігерлене отырып, әр қашанда сіздерге жаңа ақпараттармен бөлісуге дайынбыз, Құрметті көрермендер, MARKET.KZ арнасына міндетті түрде тіркеліңіздер және дәл осы видеомен алдағы бұрын шыққан видеолардың бәрін түрлі әлеуметтік желіде достарыңызға, туыстарыңызға таратсаңыз, нұр үстіне нұр болар еді. Сіздермен бірге болған MARKET.KZ арнасы. Келесіде кездескенше, сау!